Сәлем, қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сүзбелі пончики жасадым. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Сүзбелі пончиктің рецебі өте оңай, әрі жылдам жасалады. Ең бастысы дәмді шығады. Таңғы асқа жасап көрулеріңізге болады. Сіздерге рецебін айта кетейін. Ол үшін бізге творог, 2 жұмыртқа және де ұн болса болғаны. Осы 3 заттан тұратын пончикиларды жасауға кірісеміз. Ең алдымен ыдысымызға творогты салып, үстінен 2 жұмыртқаны саламыз және де вилканың көмегімен осылай жақсылап жұмсарғанша еземіз. Содан кейін 1 шай қасықпен қамыр қопсытқыш саламыз. Және шамалы тұз себеміз. Содан соң 2-3 ас қасық қант қосамыз. Енді ең соңынан ұн саламыз. Мен 150 грамды алдын ала өлшеп алдым. Алғашқыда вилканың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң ұнымыз біріккенше қолмен илеп шығамыз. Міне теста дайын болды. Яғни бұл теста қолға жабысатындай болады. Енді духовканың ыдысына пергамент қағазын төсеп, дайындап алған тестадан дөңгелек формалар жасаймыз. Мінекей осы дайындап алған тестамыздан алақанымызбен айналдыра отырып дөңгелек формалар жасаймыз. Бұл теста қолға жабысатын болғандықтан сәл оңға аунатып алып, осылай дөңгелете отырып барлығын жасап шығамыз. Мінекей бізде аз ғана творогтан осыншама пончикилар шықты. Енді пергамент қағазының үстіне орналастырамыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын бөлек алып, барлық пончикилардың үстіне жағып шығамыз. Енді пончикиларымызды духовкаға пісіруге қоямыз. Достар, менде осында кокосовый стружка бар. Пончикиларымыз піскен соң, жаңағы жұмыртқаның ағын осылай үстіне жағып, стружканы бетіне себеміз. Мен кокосовый стружканы осы пончикилардың жартысына ғана жақтым. Себебі екінші жартысына сахарный пудра себемін. Мінекей жұмыртқаның ағын осылай жаға отырып, стружкаларды себеміз. Біз пончикидің үстіне жұмыртқаның ағын жаққан соң, духовкаға қайтадан 1 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің пончикиларымыз дайын болды. Сіздерге айтқандай, екінші жартысына сахарный пудра сеуіп жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің сүзбелі пончикилар өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Осындай сүзбелі пончиктерді жасауға сіздерге де ұсынамын. Сіздерге дәл осы видеоның астына құрамын жазып кетемін. Егер де менің видеом ұнап жатса, астына пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар, каналыма да тіркеліп қойыңыздар. Достар, менің каналымда түрлі тәттілердің, салаттардың рецептері өте көп. Сондықтан да менің видеоларымды қарап, қолдап жіберіңіздер. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге ас болсын.